Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аралас сандарды қосу және азайту. Бүгінгі сабақта сіз натурал саннан жай бөлшекті азайтуды үйренесіз және натурал сан мен аралас санды қосу және азайтуды меңгересіз. Алдымен натурал сан мен аралас санды қосуды қарастырайық. Ереже бойынша натурал сан мен аралас санды қосу үшін натурал санды аралас санның бүтін бөлігіне қосып, кейін бөлшек бөлігін тіркеп жазу керек. Мысал қарастырайық. Мінекей балалар, айтқандай, бізге натурал сан мен аралас санның қосындысы берілген. Ереже бойынша бізге бүтін бөліктеріне назар аудару керек. Яғни 8 бен 5-ті алдымен қосып аламыз. Мінекей 8 бен 5-тің қосындысы, одан кейін жанына бөлшек бөлігін тіркеп жазамыз. 8 бен 5-тің қосындысы бізге 13-ті береді, және оның қасына 12-ден 5-ті тіркеп жаза қоямыз. Жауабы 13 бүтін 12-ден 5 қалады. Бөлшегіміз қысқармайды, осы күйінде қалады. Енді балалар, тапсырма орындауға көшейік. Қосуды орындаңыз. Жаңағы үйренген ережеміз бойынша осы тапсырманы орындайық. 13 пен 9 бүтін 4-тен 1-дің қосындысы берілген. Қараңыздар, 13 пен 9-ды алдымен қосып аламыз жеке түрде, және кейіннен 4-тен 1-ді тіркеп жазамыз. 13-ке 9-ды қоссақ бізде 22 шығады. 22-ге 4-тен 1-ді жалғаймыз. Сонда 22 бүтін 4-тен 1 шығады. Дәл осы сияқты 22 мен 12 бүтін 9-ның қосындысы берілген. Алдымен 22 мен 12-ні қосып аламыз. 22 мен 12-ның қосындысы және соңынан 10-нан 9-ды тіркеп жазуымыз керек. Сонда 34 және 10-нан 9-ның қосындысы шығады. Енді бүтін бөлігі мен бөлшек бөлігін бір-біріне тіркеп жазайық. 34 бүтін 10-нан 9. Келесі натурал саннан жай бөлшекті азайтуды қарастырайық. Ереже. Натурал саннан жай бөлшекті азайту үшін натурал санды жай бөлшек түрінде жазу керек. Мысалы, 9 бен 5-тен 3-тің айырмасы берілсін. Айталық, 9-ды 8 бен 1-дің қосындысы ретінде жазып алсам. Дұрыс қой, себебі 8-ге 1-ді қоссам 9 болады. Ал енді балалар, қараңыздар, бұл жерде мен бірінші 1-ден 5-тен 3-ті азайтып алуым керек ереже бойынша. Ал біз білеміз, 1 деген санды кез келген алымы да бөлімі де бірдей болатын бөлшек түрінде жазуға болады. Біздің жағдайда, мысалы, 1-ді 5-тен 5 деп жазуға болады. Себебі 5-ті 5-ке бөлсем 1 ғой. Енді қараңыздар, сіздер сұрауларыңыз мүмкін. Неге міндетті түрде 5-тен 5? Мысалы, 7-ден 7, 10-нан 10 емес. Себебі менің бөлшегім бөлімі 5-ке тең болып тұр. Сондықтан азайту оңай болу үшін мен 1 деген санымды 5-тен 5 деп жазып алдым. Ал 8 ол соңынан қосылады. Жақсы, олай болса 5-тен 5-тен 3-ті азайтсам неше болады бізде? 5-тен 2 болады. Және оған алдында тұрған 8-ді қосамыз. Жауабы 8 бүтін 5-тен 2 шығады. Олай болса балалар, осы үйренгеніміз бойынша тапсырма орындап көрейік. Азайтуды орындаңыз. Бірінші, 12 мен 7-ден 5-тің айырмасы. Бұл жерде де ереже бойынша 12-ні 11 мен 1-дің қосындысы ретінде жазуға болады. Не үшін? Себебі қазір мен 1-ді бір бөлшекке түрлендіремін. Мінекей балалар, 1-ден 7-ден 5-ті алдымен алып аламын, одан кейін барып соңынан 11-ді қосамын. Олай болса, бөлшектермен бірінші жұмыс істеп алайық. 1 деген санымызды мен 7-ден 7 деп алдым. Себебі, мына екінші тұрған бөлшегіміздің бөлімі 7-ге тең болып тұр. Сол кезде азайту бізге оңай болады. Жақсы, 7-ден 7 мен 7-ден 5-тің айырмасы бізге 7-ден 2-ні береді. Және алдындағы 11 оған қосылады. Сонда жауабы 11 бүтін 7-ден 2. Келесі, дәл осыған ұқсас есеп, 7 мен 8-ден 7-нің айырмасы. Бұнда да балалар 7-ні
6 мен 1-дің қосындысы ретінде жазып аламын. Сосын 1-ді қазір мен түрлендіремін. Неке балар? Мен 1-ден бірінші 8-ден 7-ні азайтып алуым керек. Ал ол айырма орындалу үшін мен 1 деген санымызды 8-ден 8 деп жазып аламын. Себебі біз айттық қой, 1 деген санды алымы да бөлімі де бірдей болатын бөлшек ретінде жазуға болады деп. Жақсы, олай болса 6 бүтінімізді жазып қоямыз. Және жақшаның ішінде 8-ден 8 бен 8-ден 7-нің айырмасы бізге 8-ден 1-ді береді. Тіркеп жазатын болсақ, 6 бүтін 8-ден 1. Келесі натурал саннан аралас санды азайтуды қарастырайық. Ереже. Натурал саннан аралас санды азайту үшін натурал санды аралас сан түрінде жазу керек. Мысалы, неке балар, 8 бен 3 бүтін 11-ден 5-тің айырмасы берілген. Ережеге сәйкес мен 8 деген санымызды аралас сан түрінде жазудың жолын қарастыруым керек. Олай болса, біз білеміз, 8 деген санды 7 мен 1-дің қосындысы ретінде жазуға болады. 3 бүтін 11-ден 5 сол күйінде қалады әзірге. Енді балар, біз білеміз, мына тұрған 1-ді 11-ден 11 деп жазуға болады. Неге міндетті түрде 11 деген санын таңдадым? Себебі мына екінші аралас санымыздың бөлімі 11-ге тең болып тұр. Сол кезде азайту ыңғайлы болады. Жақсы, енді 7-ні 11-ден 11-ге қоссам не болады? Әрине бізде 7 бүтін 11-ден 11 деген аралас сан шығады. Сонда балар қараңыздар, мен 8 деген натурал санымызды 7 бүтін 11-ден 11 деген аралас санға айналдырдым. Енді азайту әлдеқайда оңай болады. Ереже бойынша бүтін бөліктермен жеке жұмыс істеймін, бөлшек бөліктермен жеке жұмыс істеймін. Жазайық енді. 7 мен 3-тің айырмасы маған 4-ті береді, ал жақшаның ішіндегі бөлшектердің айырмасы маған 11-ден 6-ны береді. Сонда жауабы 4 бүтін 11-ден 6. Тапсырмаға көшейік, азайтуды орындаңыз. 35 пен 12 бүтін 100-ден 11-дің айырмасы берілген. Жаңағы ереже бойынша айтқандай, 35 деген санымызды 34 пен 1-дің қосындысы ретінде жазып аламыз. 12 бүтін 100-ден 11 әзірге тұра береді. Енді қараңыздар, 1-ді 100-ден 100 деп жазып аламыз. Себебі мына екінші тұрған аралас санымыздың бөлімінде 100 тұр. Сол үшін мен 100-ді таңдаймын. Ал енді мына жақшаның ішіндегі өрнегіміз бізге 34 бүтін 100-ден 100-ді береді. Не қараңыздар, бөлімдері бірдей, демек азайту қазір бізге оңай болады. Ереже бойынша бізде бүтін бөліктерін қараңыздар. 34-тен 12-ні алсам 22-ні береді. Ал бөлшек бөліктерін азайтсам 100-ден 89-ды береді. Сонда 22 бүтін 100-ден 89. Бөлшектеріне назар аударамыз. 100 бен 89 қысқармайды ғой. Осы күйінде қалады. Келесі 19 бен 13 бүтін 13-тің айырмасы. Бұл жерде де 19-ды 18 бен 1-дің қосындысы ретінде жазып аламыз. Және 1-ді мен 10-нан 10 деген бөлшекке түрлендіремін. Сонда балалар, 18 бен 10-нан 10-ның қосындысы маған нені береді? Әрине 18 бүтін 10-нан 10 деген аралас санды береді. Енді әрі қарай оңай болады. Бүтін бөліктермен жеке жұмыс істейік. 18-ден 13-ті алсам 5 шығады. Ал бөлшек бөліктерін бір-бірінен азайтсам 10-нан 7 шығады. Сонда 5 бүтін 10-нан 7. Келесі тапсырма, азайтуды орындаңыз. Бұнда керісінше, аралас саннан натурал санды азайту керек. Жақсы, олай болса, біз алдымен 8 бен 5-ті азайтып аламыз. Одан кейін соңынан 15-тен 11-ді тіркеп жаза қоямыз. 8-ден 5 алсақ 3 шығады, және оған 15-тен 11-ді тіркеп жазамыз. 3 бүтін 15-тен 11. Жақсы. Келесі дәл осындай есеп. Аралас саннан натурал санды азайту керек. Бірінші, жаңа айтқандай, бүтін бөліктермен жұмыс істеп аламыз. 32 мен 19-дың айырмасы жазылады. Соңынан жауабына 100-ден 7 тіркеліп жазылады. 32-ден 19-ды алсақ 13 шығады. Және қасына 100-ден 7-ні тіркеп жазсақ 13 бүтін 100-ден 7. Осымен балалар, бүгінгі сабақта біз
аралас сандарды қосу мен азайтуды қарастырдық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сіздерге жұмбақ жасырып көрейін. Бұдыр-бұдыр балшықты, жинады да талшықты, ұқсатып қамытқа, үй салды жабыққа. Бұл қандай құс? Я оқушылар, бұл қарлығаш. Келесі жұмбақ. Күндіз сөнген шырағы, түнде көрер қырағы, тікірейіп айдары, егін жауын қырады. Ал бұл қандай құс деп ойлайсыздар? Жауабын бірге көрейік. Бұл үкі. Қалқып тұрып аспанда, үн шығарып сан қилы, өнеріне басқанда, тұла бойың балқиды. Ал бұл қандай құс екен? Бұл бозторғай. Соңғы жұмбақ. Көк жүзінде жылжып жай, керуен құрған тізіліп, ілгек-ілгек шынжырдай қалмайды олар үзіліп. Бұл қандай құс екен? Бұл тырна. Міне оқушылар, бүгінгі сабағымыз не жайлы болады деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құстар әлемі. Бүгінгі сабақта жанрлық ерекшеліктеріне сай рәсімделуі мен құрылымын сақтап, хабарландыру құрастырып жазасыз. Сонымен бірге көп мағыналы және амоним сөздермен танысасыз. Олай болса оқушылар, көп мағыналы сөздер мен амоним сөздердің не екендігін біліп алайық. Көп мағыналы сөздер өзі айтып тұрғандай сөздің екі я одан да көп мағынаға ие болуы. Көп мағыналы сөздер бір негізден таралады да бір сөз табынан жасалады. Мысалға, бас, адамның, хайуанның, жәндіктің дене мүшесі, шөптің, ағаштың ең жоғарғы жағы. Сонымен бірге таудың ең үсті, төбесі, өзеннің, бұлақтың басталған жері. Ал амоним сөз дегеніміз оқушылар, айтылуы, дыбысталуы бірдей, мағынасы әртүрлі сөздер. Амоним әртүрлі сөз табынан құрала береді. Мысалға, 100. 100 кітап, заттың санын білдіретін сөз. 100 жарқын, бет әлпетті, түрді білдіретін зат есім. Пышақтың 100, пышақтың қайралған, өткір жағы. Суда жүзу, қимыл мағынасындағы сөз. Сонымен оқушылар, көп мағыналы сөз бен амоним сөздің айырмашылығын тағы да естеріңізге түсіре кетейін. Көп мағыналы сөз бір сөз табынан жасалса, амоним сөздер бірнеше сөз табынан жасалады екен. Ендеше оқушылар, осыған байланысты тапсырманы орындап көрейік. Бұл тапсырмада мәтінді мұқият тыңдай отырып, кестені толтырыңыздар. Құстар табиғат атаулының бөлінбес бір бөлшегі. Табиғатқа сән беріп, аспанға көрік сыйлап, күллі болмыс жаратылысымен, ғажайыптар әлеміндей көрінетін құстар әлемі әдемілігімен, сұлулығымен тамсандырары сөзсіз. Құстарға байланысты теңеу сөздер, мақал-мәтелдер, тұрақты сөз тіркестері де аз емес. Ғалымдардың айтуы бойынша, Қазақстандағы құстардың жалпы саны 600-ден асып жығылады екен. Демек, осыншама құс атауы бар деген сөз. Табиғатпен етене тіршілік кешкен халқымыз құстардың бағытына зер салып, жыл мезгілін болжап, шаруашылықтың қамына кіріскен. Тіпті кейбір құстар киелі қасиет арқылы символдық, мифтік бейнелерге айналып, халық ауыз әдебиетіне арқау болған. Мысалы, аққудың қосақталып жүретін қасиеті махаббатты бейнелесе, самұрық ел қорғаны ретінде сипатталатын қыран құс бейнесінде көрініс тапқан. Қарға ұзақ өмірдің өлшемі ретінде қабылданса, қарлығаш үй іргесінен ұя салып, адамға жақын, қамқор, адал құс ретінде суреттелген. Қарлығаштай өртіме қанатымен су сепкен, қарлығаштың қанатындай қиғаш қас деген теңеулер бекер айтылмаса керек.
Бұлбұл нәзік даусымен ерекшеленсе, сауысқан үнемі сақ жүретін қасиетімен көзге елестейді. Қазіргі таңда көкек өз атын өзі шақырады. Көкектің өзі деген үйі жоқ деп, көкек құсы жағымсыз мағынада танылып кеткен. Бірақ қазақ халқы көкекті киелі құс санайды. Май мол болады деп ырымдап, көкек қонған бұтақты алып, сүт құйған сабаға салып қоятын болған. Ал оқушылар, мәтінде қандай құс атаулары бар екен, және оның қандай ерекшеліктері бар? Жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Мәтінде аққу, самұрық, қарға, қарлығаш, бұлбұл, сауысқан, көкек құстары келтірілген, және олардың ерекшеліктеріне тоқтала кетейік. Аққу махаббатты бейнелейді. Сонымен қатар, қазақ халқында аққуға байланысты мақал-мәтелдер де бар. Қане, еске түсіріп көрейікші, қандай мақал-мәтелдерді білесіздер? Аққу көлін аңсайды, адам туған жерін аңсайды. Сонымен бірге, аққуды атпа, досыңды сатпа деген сынды мақал-мәтелдер бар. Ал самұрық ел қорғаны. Ол ұшқанда күннің бетін көлегейлеп, ынтымаққа шақырады екен. Қарға ұзақ өмірдің өлшемі деп есептелсе, қарлығаш адамға жақын, қамқор. Қарлығаш та халық арасындағы аңыздарға арқау болған құс екен. Соның бірі қарлығаштың құйрығы неге айыр атты аңызы. Ал бұлбұл нәзік дауысты. Сауысқан өзін барлық нәрседен сақтап жүретін құс екен. Ал көкек киелі құс саналады екен. Жарайсыздар оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз осы үлгіде болды деген сенімдемін. Ендеше келесі тапсырмамызға көшейік. Бұл тапсырмада үзіндіден көп мағыналы сөз бен амоним сөздерді тауып, мағынасын ашыңыз. Қарға ұзақ өмірдің өлшемі ретінде қабылданса, қарлығаш үй іргесінен ұя салып, адамға жақын, қамқор, адал құс ретінде суреттелген. Қарлығаштың қанатындай қиғаш қас деген теңеулер бекер айтылмаса керек. Осы үзіндіден қай сөз көп мағыналыға, қайсы амоним сөздерге жататындығын анықтап көріңіздер. Оқушылар, үзіндіде қандай көп мағыналы сөз бен амоним сөздер бар екен? Жауаптарыңызды бірге салыстырып көрейік. Бұл үзіндіде қанат көп мағыналы сөз. Біріншіден, құстың, шыбын-шіркейдің, тағы басқа жәндіктердің ұшу қызметін атқаратын дене мүшесі болса, ол ұшақтың жерден көтерілуіне, ұшып қонуына қажетті негізгі бөлшегі. Үшіншіден, балықтың жүзу мүшесі. Төртіншіден, шепте тұрған әскердің футбол, волейбол алаңының екі жақ бөлігі екен. Ал үзіндіде мынадай амоним сөздер бар екен. Үй, құс, қас. Үй бірінші мағынасы адам тұратын баспана. Екінші, затты, нәрсені бір жерге төбе қылып, жинап, үйіп қою. Ал құс дене аумағы әртүрлі, қанаты, қауырсыны бар, ұшып қонып жүріп тіршілік ететін жәндік. Екіншіден, ішкен асы сіңбей, жүрегі айнып, кері шығару. Өздеріңіз байқап отырсаңыздар, оқушылар, біріншіде ол зат есім, екінші мағынасында етістік болып тұр. Ал қас сөзі бірінші қабақтың үстіне шығатын түк, яғни зат есім. Екіншіден, біреуге жамандық ойлаушы, дұшпан, ол сын есім. Үшінші мағынасы нағыз тым аса. Мысалға, хас сұлу, хас батыр деген мағынаны айтуға болады. Жарайсыздар оқушылар, сіздер де бұл жолы тапсырманы дұрыс орындады деген сенімдемін. Ендеше оқушылар, хабарландыру деген не? Ол қалай жазылады? Мұқият тыңдап алыңыздар. Хабарландыру белгілі бір шараның өтетіндігін хабарлайды. Хабарландыруда болатын шараның атауы, өтетін уақыты, орны, ұйымдастырушысы көрсетіледі. Хабарландыру түрлері мен ерекшеліктеріне назар аударыңыздар. Хабарландырудың мынадай түрлері бар. Мәжіліс, жиналыстарға арналған хабарландыруда
күн тәртібі толық жазылады. Мәдени шараларға арналған хабарландыруда бағдарламасы ұсынылады. Ал тендерге арналған хабарландыруда шарттар ұсынылады. Вакансияға арналған хабарландыруда жұмыс орнына қажетті талаптар жазылады екен. Ендеше оқушылар, біз бірге хабарландыру жазып көрейік. Жанрлық ерекшеліктеріне сай рәсімделу мен құрылымын сақтап, құстарға қамқорлық жасатты іс-шараға байланысты хабарландыру құрастырып жазып көріңіз. Оның шараның атауы, ұйымдастырушысы, өтетін күні, өтетін орнын жазуды ұмытпаңыздар. Оқушылар, қандай хабарландыру жаздыңыздар? Жауаптарыңызды салыстырып көрейік. Құрметті оқушылар, 1 сәуір халықаралық құстар күніне орай құстарға қамқорлық жаса атты акцияның өтетіндігін хабарлаймыз. Акцияға әр сыныптан құстарға арналған 2 ұя жасалып, саябаққа ілінуі тиіс. Шараға белсене қатысқан оқушылар мақтау қағазымен және сыйлықтармен марапатталады. Өтетін орны 121 кабинет, өткізілу уақыты 20 наурыз бен 1 сәуір аралығы. Ұйымдастырушылар Жас ұлан ұйымы. Құстарға қамқорлық жасау біздің парызымыз. Міне оқушылар, сіздер құрылымын сақтай отырып хабарландыру жазды деген сенімдемін. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта құстардың ерекшелігі жайлы білдіңіз. Мәтіннен көп мағыналы сөз бен амоним сөздерді тауып, мағынасын аштыңыз. Сондай-ақ, жанрлық ерекшеліктеріне сай рәсімделу мен құрылымын сақтап, хабарландыру құрастырып жаздыңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Hello dear pupils, I'm glad to see you back. Today's lesson is It's time to. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі кезекті сабағымыз уақытпен байланысты болмақ. Dear pupils, in today's lesson we are going to learn how to ask and tell the time. Then we are going to do a quiz and then we are going to play a game. Балалар, бүгінгі сабақта жалпы уақытты қалай сұрау керек және қалай айту керегін үйренеміз. Кейін сұрақ-жауап айдары мен жаттығулар орындаймыз. Сондай-ақ сабағымызды ойын арқылы бекітеміз. Dear pupils, do you know how to ask the time? Well, look at the screen. There are some phrases. Repeat after me. The first one, what time is it, please? What time is it, please? Number 2, what's the time, please? Number 3, have you got the time, please? Балалар, жалпы мағыналар бірдей, дегенмен осы сөйлемдерді алмастырып қолдануыңызға болады. Dear pupils, look at the screen. Actually, there are 2 common ways of telling the time. Уақытты айтудың 2 түрі бар. Яғни, бірінші біз сағатынан бастаймыз, кейін минутын айтсақ, екінші жағдайда минутынан бастап, кейін сағатын айтамыз. Әрине, қазір жеке-жеке түсіндіріп өтемін. For example, we can say 5:35, right? It's 5:35. Яғни, сан қалай тұрса, дәл солай айтуға да болады, бұл жеңіл түрі. Одан кейін кей ережелерге назар аударайық. Мысалы, сізге минут берілсе, минуттың кеткенін білдірсеңіз, сіз past сөзін қолданасыз. Ал егерде минуттың қалғанын көрсететін болсаңыз, керісінше to сөзін қолданасыз. Алдағы уақытта жаттығулармен тағы да көреміз. So, look, as I have mentioned, 25 to 6. Яғни, 6-ға 25 минут қалды.
Ағылшынның ережесі бойынша бірінші минуттан бастаймыз. Соған назар аударайық. Кейін барып сағат айтылады. So, look, 35 past 5. 5:35. Бірақ ағылшын ережесі бойынша бірінші минуттан бастаймыз, яғни 5-тен 35 минут кетті деп жазылып тұр. We use o'clock when there are no minutes. Егерде нақты бір уақыт болатын болса, яғни минутсыз, біз o'clock дегенді қолданамыз. For example, it's 12 o'clock. Яғни сағат 12. It's 2 o'clock. Сағат 2. Or it's 5 o'clock. Сағат 5. Және солай жалғастыра бересіз. Бұл жер түсінікті ғой, иә? Perfect. Keep going. Next one. When it's 15 minutes, we use a quarter or quarter. Балалар, егерде 15 минутты сипаттап жазатын болсақ, оны a quarter сөзімен алмастырамыз. Яғни, quarter деген сөздің өзі 15 минут дегенді білдіреді. Осы ережені де есімізге сақтайық. Енді қараңыз, 15 минуттың кеткенін сипаттайтын болсаңыз, онда past, ал егер 15 минут қалған болса, онда сіз to мен сипаттап жазасыз. For example, it's a quarter past 10. Яғни 10-нан 15 минут кетті. Or it's a quarter to 1. Яғни 1-ге 15 минут қалды. Байқап отырмыз ба? To мен past'ың айырмашылығын. Good job. So, next one. When it's 30 minutes, we use half. Repeat after me. Half. Балалар, егерде 30 минутты сипаттап жазатын болсаңыз, ол 30 минутты half сөзімен алмастырамыз. Look, 12:30 ең қысқа нұсқасы, иә, айтудың. Енді екінші түрі it's 12:30. Яғни 12-ден 30 минут кетті, немесе 12:30. It's 12:30. Remember. For example, 2:30 деп айтса қалай айтамыз? It's 2:30. It's 3:30. Солай жалғастыра бересіз. Есімізге сақтайық. Dear pupils, now we are going to practice together. Look at the screen. Now you are going to draw hands on the clock time to show the time. Look, there is a time. Look and try to draw. Балалар, экрандағы уақытқа назар аударайық, мұқият қарап, сағаттың тілдерін қойып шығайық. Take your time. Dear pupils, are you ready to compare your answers? Let's see. Look at the screen. Actually, we say 10:55, and the second variant will be it's 5 to 11. Number 2, 3:45, and also we say it's 3:45, right? Number 3, it's 11:05, and also we say it's 11:05. And the last one, it's 9:45, and also we say it's 9:45. 10-ға 15 минут қалды. Perfect. Keep going. Dear pupils, now we are going to practice again. Look at the screen, read these sentences, and try to match. Dear pupils, let's see. It's 3:45. This one. Number 2, it's 11:05. Number 3, it's 9:45. Which one? That's it. And finally, it's 5 to 11. Let's see. You did a great job. Perfect. Балалар, осымен жаттығуды аяқтадық. Dear pupils, now we are going to continue then. It is quiz time.
look at the screen. Your task is to get the family member. Let's read together. Who's your mother's mother? Think. Let's see. Yes, you're right. A grandmother. Next one. Who's your mother's husband? Think. Let's see. Yes, you're right. It's your father. Who's your father's daughter? Well, your sister. Good job. Who's your mother's brother? So, your uncle. Perfect. Now, you are going to describe Adia's day. So, what does Adia do in the morning, in the afternoon, and in the evening? So, you can use these phrases like get up, go swimming, go to bed, and 10 o'clock. So, look at these pictures, think, and make up a sentence. Take your time. Dear pupils, are you ready? Let's see. Number 1, Adia gets up early in the morning. Next, Adia goes swimming in the afternoon. And finally, Adia goes to bed at 10 o'clock. The same? Were you right? Wow, what a nice job. Dear pupils, now we are going to play a game which is called the spelling bee. I will spell some letters. You should listen carefully and guess the word. Are you ready? So, for example, H-O-N-E-S-T. What word? Let's see. Honest. Honest. Like this. Are you ready? Балалар, ендеше бастайық. Dear pupils, are you ready? Well, listen to me. K-I-N-D. What word? Well, you're right. Let's see. Kind. Good job. Next. Be ready. F-R-I-E-N-D-L-Y. What word? Let's see. Friendly. Good job. Keep going. L-O-Y-A-L. Well, let's check. Loyal. The same? Fabulous. H-E-L-P-F-U-L. What word? So, helpful. You're right. Amazing. Dear pupils, tell me please, were you active? How many correct answers have you got? Was it easy or difficult? Thank you for your answers. All of you were great. All of you were the champions. Dear pupils, in today's lesson, we have learned how to ask and tell the time. Then we have done the quiz and we have played the game. Dear pupils, today's lesson is over. It's been a pleasure. See you next time. Goodbye.